Бұл медитация әдеттегідей үйреншікті медитация емес. Бұл медитацияны отырып та, жатып та тыңдауға болады. Медитацияны тыңдау барысында өзіңнің сезімдеріңе үңіл. Денеңнің қалаған қозғалыстарына ерік бер. Көзіңді жұм. Денеңді барынша босаңсыт. Алақандарыңды жоғарыға қаратып қой. Қазір менімен бірге 7 секунд мұрныңмен терең дем алып, 7 секунд сол демді ішіңде ұстап, 7 секунд деміңді аузыңмен ақырын шығарасың. Дайын болсаң, кеттік. Терең дем аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Деміңді өзіңде ұста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді ақырын демді аузыңмен шығар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қайталаймыз. Деміңді мұрныңмен ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Деміңді ұста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Деміңді аузыңмен шығар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Өз-өзіңе келіп ал. Назарыңды қазіргі мезетке алып кел. Дәл осы сәттен басқа сенде ештеңе жоқ. Сен кімсің? Осы сұрақты өзіңе қой. Мен кіммін? Жауапты ойыңнан күтпе. Мен кіммін? Жауапты сезін. Мен кіммін? Қане, сен кімсің? Мен кіммін? Кім екенмін? Мен кім екенмін? Сенің атың емес. Сенің дінің емес. Сенің ұлтың емес. Сенің жынысың емес. Сенің нәсілің емес. Сенің паспортың емес. Сен кімсің? Мен кіммін? Сенің атың сенің тұлғаңдікі, яғни денеңдікі. Сенің өміріңдегі бүкіл мәселелер ол дененікі, яғни сол тұлғаныкі. Сен кімсің? Сен сол тұлғаның арғы жағындағы тұңғиықсың, яғни жансың. Сенің өміріңде барлығы өз ретімен, кездейсоқ ештеңе болған жоқ. Өмір кездейсоқ құбылыс емес. Сенің бұл әлемде өзіңнің орның бар. Осы әлемге сен де керексің. Сол үшін дәл қазір осы сәтте мені тыңдап отырсың.
осыншама ғаламат әлемді жаратқан Құдай осы бір әлемге сен сияқты жан да керек деп сені жаратқаны қандай ғажап. Сен бұл әлемге керексің. Сен бұл әлемге керексің. Сенің бүкіл шешілмес проблема деп атап алып жүрген ұғымдарыңның барлығы сенікі емес. Олар тұлғаныкі. Ол тұлғаны сен өзің жасап алдың. Және сол тұлғадан өзіңде ажырай аласың. Сен дене емессің, сен жансың. Сенің өміріңдегі бүкіл шешілмеген жағдайлар тұлғаныкі, яки денеңдікі. Сенікі емес, яғни жаныңдікі емес. Қаншалықты сен өзіңді тұлғаңнан ажырата аласың, соншалықты сол проблема деп атап алып жүрген ұғымдарың ериді. Өзіңді сол, яғни жаныңды сол тұлғаңнан бөліп үйрен. Сенің қарыздарың, қарым-қатынаста шешілмей жатқан түйіндерің және денсаулығының сыр беруі барлығы сенікі, яғни жаныңдікі емес, тұлғаңдікі. Сен сол проблемаларыңнан биіксің, жоғарысың. Сен жаратушының жалғасы, жансың. Өміріңнің қазіргі кезеңінде қорқып жүрген сен емес, қорқып жүрген сенің тұлғаң, сенің денең, сенің миыңдағы шектеулі бағдарламалар. Олар сен емес. Дәл қазір сол ескі тұлғаңдағы бағдарламалар еріп жатыр. Солармен бірге сенің шешілмейді деп жүрген өмірлік мәселелерің де кетіп жатыр. Шекеңнен бүкіл денеңе жаңа бағдарламалар, жаңа кодтар енгізілуде. Жоғарыңнан кірген сарғыш сәулені елестет. Басыңнан бастап бүкіл мойныңа, денеңе, аяқтарыңа бара жатыр. Бұл сенің жаңа, жарқын өміріңнің кодтары. Қабылда. Алдыңнан екі жолды елестет. Ол екі жол, екі жолақ болып тұр. Сен сол екі жолдың сол жағында тұрсың. Бұл сенің ескі тағдырың, ескі жолың. Оң жағыңдағы жол
қалыңдап бара жатыр. Ал дәл қазіргі тұрған жолың керісінше жұқарып бара жатыр. Сенің жаңа жолың жасалды. Оңға қарай секір. Сен қазір жаңа тораптың бастауында тұрсың. Құттықтаймын. Бұл сенің жаңа өмірің. Ендігәрі өзіңді шартсыз аялауға, жүрегіңдегі махаббатты, гауһардай ұлы сезімді құрметтеуге, өзіңнің сара жолыңды сатпауға, өз-өзіңе уәде бер. Және де сол уәдеңе бекем бол. Сен қазір басқасың. Сен қазір жаңасың. Сен ендігәрі тұлға емессің. Сен сол тұлғаны бағындыратын жансың. Осы сәттен бастап өмірің шын мәнінде өзіңнің қолыңда. Сәттілігің жолдас болсын. Көзіңді ашып, дәл қазіргі сәтке оралуыңа болады.